Кинода көретін машиналар ғой мына жақта. Машиналарға өте көп келеді дейді Дубайға қазақтар. Huracan, Lamborghini. О, ничего себе, это как гробовозка. This entertainment screen Окей. with HDMI. Дубайдағы автокөлік базары туристік орын болмаса да барып көруге кеңес беремін. Ол жер темір тұлпарлардың қадірін білетін жандарға қуаныш сыйлайтын сөзсіз. Бірақ бағаларын білген кезде, осы біздің Қазақстанда машиналар неге қымбат, деген ойға дайын болыңыздар. Сәлем достар, мен Расалхур районына келдім. Бұл жерде көбінесе жаңағы машинаға саймандар сататын жер, машина істейтін жер, және де автокөлік сататын үлкен бір рынок бар дейді. Осы жерде карта бойынша мен осы жерге келдім. Машиналардың бағаларын көрейік деп, мінекей бізде Қазақстанда Дубайдан келген өте көп автокөліктер бар. Қараңыздаршы, қандай ескі машина. Бізде Қазақстанда Дубайдан келген автокөліктер өте көп, сондықтан шынымен арзан бекен деп, соны базарларына көру үшін келдім. Жаңа тамақ ішіп алдым. Бір кафеге кіріп. Өте арзан екен. Жаңа қайтан үнділердің ресторандары. Өңкей үнділер отыр. Біз Ғалия екеуміз өткен выпускымызда Дубайға келсеңіздер, ақша керек емес деп айтқан едік. Егер қаланың шетіне келсеңіздер, ақша керек, кэш, яғни қол ақша керек, картамен төлей алмайсыз. Мен жаңа тамақ ішіп алдым да, карта қабылдамаймыз дейді. Bank. Is the Emirates option? Yeah. Left side, Yeah, okay. Вот, получается, одан кейін кеше Дейр районына бардым, жүрдім, қарадым. Қарапайым халықтар қалай тұрып жатыр екен деп. Ол жерде де магазинға кірдім. Құр су алу үшін жаңағы картамен төлейін десем, кішкене үлкенірек супермаркеттарда карта қабылдайды. Бірақ 10 дирхамнан артық зат алсаңыз, сол кезде ғана қабылдайды екен картаны. Ал мен мына жер әйтеуір осы жерде банк бар деген. Қарайық. Дубай полис дейді мәсі. Смотрите, какая тачка. Дерзкая. Каких здесь нет только машин. Rolls-Royce, представляете? Какого года, кто знает? Напишите в комментариях. Так, зашел в один шоп, получается, здесь чисто новые машины. Новые Toyota стоят. Ну, как будто новые. На самом деле модель-то старая уже. Они как коллекционные. Кстати, я здесь увидел только что Toyota Corolla. Я посмотрел, снаружи посмотрел, цены там не было. И объем у Corolla двойка, представляете? Я не знал, что Toyota Corolla может быть с таким большим объемом. Ну, то есть это для нее большой. В принципе, объем 2 это небольшой. То есть объем двойка плюс салон черно-белый. Очень красиво. Мне интересно, почему у нас всегда какие-то дядьские машины привозят. Не могу понять. Всегда малолитражки. Комплектация такая простая всегда. Так, иду дальше. Здесь стоят в основном новые машины. Вот 300 стоит. Надо узнать, сколько стоит здесь 300 новый. Так, смотрите, какие машины стоят здесь. Модель GLC 580, 4-литровый. Модель 22 года, прикиньте. Уже 22 года машины здесь стоят. GLC 600, объем 4. Майбах 21 года.
Это что у нас? Геленваген AMG 4-литровый. 4-литровый. Ну, в принципе, как обычно. Майбах. Очень большой шоурум. Очень большое, огромное разнообразие автомобилей. Но в Hyundai уже не удивишь. После стольких увиденных моделей. Здесь сөз жоқ қой. Мына машиналарды көрген кезде, көргеннен кейін аузың ашылып жүргенсің ғой. Короче, хорошо маска бар. Аузым ашық тұрған көрінбейді. Чисто ана бар ғой. Кинода көретін машиналар ғой мына жақтан. Қараңыздаршы. Huracan, Lamborghini. Если что, алатындар бар болса, міне 63 тысячи пробег. Телефон бар, звондап қойыңдар 2015 жылғы. Lamborghini. Қараңыздаршы. Ана геликтерді қараңдар. О, ничего себе, это как гробовозка. Қанша орындық мына Range Rover? 2020 жылғы американская спецификация, 118 тысяч километров пробег. Удлиненные, получается, не лонг версии. VIP машиналар ғой. Ауф машиналар ғой. Мерседес, Майбах. Так, не қызық бар тағы. Бұл жерде жаңа және де ескі машиналар толықтай көрсетілген. Кіріп бағаларын сұрап көрейікші. Қанша буватыр екен, 300-лар. It has radar, Ага. full LED headlight, LED fog light. The body is aluminium Ага. to reduce weight. Угу. Все из алюминия, говорится, то. Угу. Окей. 20-inch alloy wheels, Угу. chrome roof rails, Угу. side step, Ну да, окей. keyless entry, Бесключевой доступ. illuminated here. This is memory seat, Угу. electronic adjustment steering wheel. Память сидений, электрорегулировка, ну как обычно. Ага. Rear entertainment screen О, окей. with HDMI, ventilated and heated seat. Full completion, yes? Full completion this car. This one is the fullest, yeah. Ага. Тут есть, получается, этот вентиляция сидений, он говорит. Ага, экран, классно. Want to see the interior? Let me check because the. Окей. Ну, давай посидим. Опа. It has wireless charging, О, yeah. cool box. It opens from this side and this side. Окей. Auto hold, 4-wheel. This is off-roading mode. It has 5 mode: sport mode, economic mode. JBL, yeah? Acoustic. JBL 14 speakers. JBL 14 speakers? 1.4, yeah. 14? Oh my god. 14? Yeah, it's a big car. Oh. See? 1, 2, Two. 2, 3, 4. It has, 5. Not 14 yeah. in total. Yeah. Also ventilated and
heated seat. Oh, it has heads-up display there. You can see on the window screen. You can see the speed. Трансляция. Окей, Yeah. дисплей. Главной панели. And even passenger controlled seat. Регулируемые сиденья пассажиры. Окей. Ну, что сказать, Toyota как Toyota. Окей, good. Здесь в основном стоят использованные машины. Used car, как они называют. Вот. Вот эти все машины проданы. Они сейчас стоят в очереди на выезд. Вон, посмотрите. Вся эта очередь. Проданные автомобили. А я иду в поисках чего-нибудь необычного. Я так понял, здесь ценники на машины убрали. Машиналардың бағалары ешқайсында тұрған жоқ. Әр машинаның өзінің нөмірлері бар. Сыртына қойып қойған бұл жерде. Бәрі 76. Бұл қай автокөлік, қай магазинге қарасты екен жазып тұр. Мына жерде тұрған машиналардың бағалары бар сияқты. Міне. Жоқ, жылы ғана және декомплектациясы жазылып тұр. 21 жылғы 4-6 2-7 бар міне. Бірақ машиналардың бағалары жоқ екен. Бұл жерде жаңа машиналар. Ескі машиналар таба алмай жатырмын. Жаңа бір автосалонның иесімен сөйлестім. Машиналар жайлы маған көп нәрсе айтты. Өзі ол жігіт біздің Орал қаласынан екен. Орыс кісі. Сол айтады, қазір базарға шықсаң болды дейді. Бірден жерлестер көресің, жерлестер табасың дейді. Қазақтар өте көп келеді. Машиналарға өте көп келеді дейді Дубайға қазақтар. Көбінесе жаңа машиналарды алады, бірақ баяғыдай қарқын жоқ дейді. 2005-2007 жылдары машина алатын адамдар өте көп еді дейді Қазақстаннан. Қазір сәл сиреп қалған дейді. Қазір біз көбінесе Африкан құрлығының мемлекеттермен көп жұмыс жасаймыз дейді. Соларға көп машина жібереміз. Бірақ қазақтарды келіп машиналарды алады дейді. Джак бар екен мына жақта, достар. Машина сататын үлкен базар бірақ жерде. Қаланың сыртында орналасқан. Метромен World Trade Centerға дейін келесіздер дағы. Метродан шығып, оңға қарай жүрсеңіздер егер, жерде аялдама болады. Сол жерден 55-ші және де 61-ші автобус осы авторыныққа келеді. Айтпақшы, туристік орын демекші, Дубай қаласының Blue Waters аралында орналасқан әлемдегі ең үлкен, биіктігі 250 метрге дейін жететін колесо обозрениеға барып көрдіңіздер ма? Она в кадр даже не влезает. Колесо обозрениенің қазақшасы қалай екен? Жарайды. Не ол өзі деген сұрақ туындаса және билетті қай жерден арзан алуға болатынын білгіңіз келсе, осы сілтемеге басып, толық сол орын жайлы шолуымызды көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараған азаматтарға осы шапалақ сіздер үшін.
Біздің қызықты видеоларымызды өткізіп алмау үшін каналға тіркелуіңізді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.